Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгін мен Moneyverse, Rushverse деген сайттар шынымен ақша төлей ме, өтірік па, шын ба, сол туралы айтатын боламын. Біріншіден, кім бұндай проекттарды білмейтіндерге айтып өтейін. Бұл ақша табатын сайт, интернет арқылы. Бұл жерде сіздер құстар сатып аласыздар, сол құстар сіздерге жұмыртқа береді, сіз сол жұмыртқаны сатасыздар, сосын серебро береді. Сол сереброны сіздер ақшаға айналдырасыздар. 100 серебро 1 рубльға тең. Сол осындай жоба. Бұл жерде мен ақша таптым. Бірақ та бұл жерде бұл проект біріншіден шынымен ақша төлейді, бірақ та бұл жерде бал деген бар. Яғни реферал дейді. Мысалы, сіздер адам шақыруларыңыз керек. Мысалы, менде ваш реферал деген бар. Мен адам шақырдым бұл проектқа. Бұл жерде реферал деген бар. Яғни сіздер өздеріңіздің арттарыңыздан адам шақыру керек бұл проектқа. Сіздер адам шақырғасын, ол адамдар бұл проектқа ақша салу керек. Сол кезде ғана сіздер өз ақшаларыңызды шығара аласыздар. Бұл проектта енді табу қиын. Біріншіден реферал керек, ол рефералдар ақша салу керек, өте қиын. Мен бұл проекттан жалпы ақша таптым. Міне, менің рефералдарым осы адам, көбі неактивный, бірақ ішінде активный адамдар бар. Менде 20 шақты реферал. Міне бүгін біреу кірген екен. Серебро 2000 дейді, серебролары тұр. Короче, бұл проект біріншіден ақша төлейді, бірақ та рефералы деген бар. Енді арттарынан адам шақыру керек, сол адам ақша салу керек. Ол адам ақша салмаса, сіздер таба алмайсыздар. Мен қазір өз выплатымды көрсетіп жіберейін. Заказать выплаты ма, қалай еді? Айтатын кеңесім, бұл неден проекттен ақша, бұл проекттарда жұмыс жасамай ақ қойыңыздар. Себебі рефералы деген бар, оның бәрі қиын. Реферал жинау негізі